Батыс Қазақстан облысының тасқын судан зардап шеккен ауылдары мен кенттерінде баспана құрылысы баяу жүріп жатыр. Бүгін премьер-министр Олжас Бектенов жұмыс сапарымен осы аймаққа арнайы барды. Үкімет басшысы құрылыс жұмыстарымен танысты. Үйлердің сапасына қатысты сын көптігін айтты. Толығырақ әріптесім Асылбек Тойбек тарқатады. Батыс Қазақстан облысында 400-ге жуық тұрғын үй салынып жатыр. Құрылысшылар алдында күз келмей күллі жұмысты бітіру міндеті тұр. Тұрғындардың қоныстануына ыңғайлы болу үшін инфрақұрылымда сақадай сай болу керек. Теректі аудандағы Подстепное ауылында 3 бөлмелі 106 үй, ал Деркөл кентінде 103 баспана құрылысы басталып кеткен. Құрылысы басталғанда 5 апта болды. Көлемі 80 квадраттық, сапасы жоғары, су, газ, жарықпен қамтылған. Оқу жылы басталғанда дейін қолданысқа беру жоспарлануда. Мемлекеттік тарапына қолдау көрсетілуде. Нысанда 100-ден астам құрылысшы жұмыс жасауда. Ал Орал қаласының Жұлдыз ықшамауданда 191 нысан салынып жатыр. Премьер-министр баспаналардың сапасын бақылауға алуды тапсырды. Сапасы да жоғары болу керек. Әйтпесе интернеттен көріп жатамыз. Қабырғалар қирап жатыр. Бір жел соқса, ондай болмасын. Жаңа тұрғын аудандарда 1500 орынды жайлы мектептердің құрылысы жүргізілуде. Облыс әкімдігінің мәліметінше жұмыстар күзде аяқталады. Саяжайдағы үйімізді 21 сәуір күні су басты. Соның зардабына біз деген эвакуационный пунктке орналастық отбасымызбен. Қазіргі кезде сонда тұрып жатырық. Мен көп балалы анамын. Осы мемлекеттің қолдауымен үй беріліп жатыр біздерге. Көп рахмет айтамын. Сондай-ақ Қоржын ауылында қираған үйлердің орнына бір пәтерлі 90 тұрғын үй салынып жатыр. Айта кетейік, Батыс Қазақстан облысында 775 үй бой көтеруде. Үйлер мен саяжайларды жөндеу жұмыстары 83% аяқталған. Су тасқынынан 12 әлеуметтік мекеме, 50-ден астам көлік инфрақұрылымы және 40-тан астам гидротехникалық нысан зардап шекті. Асылбек Тойбек, Асылбек Құспан, Жібек жолы.